Тәрбие тал бесіктен басталады. Қазір білім ордаларында мұғалім, оқушы, ата-ана болып, бала тәрбиесіне көңіл бөлу, үштік одақ құру, тәрбие жұмысын қалыптастыру секілді жұмыстар кеңінен насихатталып жүр. Бүгін Астана қаласы әкімдігінің Ильяс Есенберлин атындағы нөмірі 67-ші гимназияда әкелер мектебінің жұмысын жақсарту мақсатында гимназия ұжымы әкелер мектебінің мүшелерімен кездесу өткізді. Кездесуді гимназия директоры сөз сөйлеп ашып, алға қойылған жұмыстардың негізгі мақсаттарына тоқталды. Қош келдіңіздер, құрметті біздің әкелер. Ер азаматтармен кездесіп отырғанымызға ерекше қуаныштымыз. Қазақ өзі ырымшыл халық қой. Бұл кездесуде де жас ұрпақ тәрбиесіндегі алдағы бірлескен игі істеріміздің жақсы нышаны деп білеміз. Әрине сандарыңыз аздау, дегенмен де енді алғашқы бұл біздің әкелер клубының мектебінің алғашқы бірінші тұсаукесері. Әрине көптеп келгендеріңіз дұрыс болушы еді, дегенмен де жоқтан бар болып келген әкелер сіздерге рахметімді айтамын. Жалпы гимназиямызда 2291 оқушы білім алуда, оларға 190 мұғалім сапалы білім мен саналы тәрбие беруде. Гимназиямыздың миссиясы бақытты бала қалыптасатын, әр баладан үміт күтетін жайлы білім беру ортасын құру. Бала тәрбиесі үлкен жаңағы актуалды бір мәселелердің сұрақтардың бірі болып тұр. Сондықтан да әріптестерім айтты, енді тәрбие болмай, біз енді сапалы білім бере алмаймыз. Сондықтан да біз уақытында сабақтан кешікпей, сабақтан қалмай оқушыларымызды дұрыс тәрбиемен партаға отыра білсек, сосын бар ол кісілерден біз сапалы білім талап ете аламыз деп. Дегенмен де тәрбие, ол тәрбие басы тал бесік дейді. Бала егер үйде әкенің, ананың, әженің, біз қазақтар әже атамен тұрамыз, атаның, әженің тәрбиесін көрген бала, ол қай жерде болмасын, қай орта болмасын, мектепте болмасын, көшеде болмасын, автобустың ішінде болмасын, ол бәрібір өзінің бойына сіңірген тәрбиесін көрсетеді деп ойлаймын. Сондықтан да мен әріптестерімізбен әкімшілікпен ақылдаса келе, енді бұл жұмысты мен бір керемет, бір танысық, әлемде жоқ дүниені бастадым деп айтпаймын. Бұл жұмыс болған, маған дейін де болған, дегенмен де құрам өзгереді. Осы жұмысты дамытайық, осы жұмысты белсендірейік деген мақсатпен, яғни үштік одақты, баланың тәрбиесіндегі үштік одақ деп отырғанымыз білесіздер, мұғалім, оқушы, ата-ана болып, осы гимназиямыздың дамуына үлкен үлес қосайық, бір ерекшеліктер жасайық. Оған дейін де мені қуантқан жағдай, Кенжеболат Қапасовичтің жетекшілігімен гимназиямызда адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында әкелер клубы бар екен спорт жағынан. Осы жерге келіп отыр ғой, міне мүшелер бар ма? Келіп жатыр ақырындап, яғни күшіміз бірлікте атты ауыспалы кубок волейбол жарысының 5-6 дүркіні жеңімпаздар екен. Мен сондай қуандым, осындай әкелеріміздің, гимназиямыздың абыройын көтеріп, спорт жағынан балаларымызға үлкен үлгі тәрбие беріп көрсетіп жатқандарына. Сол кісілерді бүгін біз марапаттап жібергіміз келіп отыр, осы істердің жиналғандарыңыз пайдаланып. Енді жалпы басқа мектептерді айтпай қойын, жалпы әке мектебінің мақсаты ол мектеп құрудағы, мектеп пен отбасы арасындағы байланысты нығайту, және бала тәрбиесіндегі әкенің рөлін арттыру, әке отбасының тірегі, тәрбиесіндегі жауапкершілігі зор тұлға. Сондықтан мектеп аясында баланың тұлғалық дамуына әкенің белсенді қатысуын күшейту, ұлттық құндылықтар мен отбасылық тәрбиені дәріптеу, ұлға үлгі, қызға қорған болар парасатты әке бейнесін қалыптастыру, мектеппен тығыз байланыс орнатып, тәрбие жұмысын бірлесе жүргізу, жасөспірімдер арасындағы тәртіп пен жауапкершілікті арттыру бағытында бірлескен жұмыстар атқару көздеу мақсаты. Жалпы бала тәрбиесі ортақ міндет, құрметті ата-аналар. Мектеп пен ата-ананың, әсіресе әкенің бірлігі бар жерде нәтижеде болады. Алдағы уақытта да ынтымақтастықта жұмыс істеп, ұрпағымыздың жарқын болашағы үшін бірге еңбек етеміз деген сеніммен
бастаймын. Жігітсің ғой, қайратты бол, қажырлы бол деп ер азаматтың аузынан естіген сөз ол бәрібір де басқаша естіледі. Солай ба, құрметті әкелер? Республикалық Қазақстан әкелері қоғамының атқарып жатқан жұмыстары көп. Түрлі іс-шаралар жоспарын жасақтап, оны арнайы бағдарлама етіп, тұрақты түрде өткізіп тұруды мақсат етіп қойыпты. Балаға әке тәрбиесінен артық тәрбие жоқ. Бала тәрбиесін біз қоғам болып қолға алдық дейді бізбен тілдескен Қазақстан әкелер қоғамының басшысы. Қазіргі таңда қоғамда бала тәрбиесіндегі әкенің рөлі төмен түсіп кетті. Соны арттыру мақсатында осы Қазақстанның әкелері республикалық қоғамдық бірлестікпен осы Ильяс Есенберлин атындағы 67-ші гимназиясында әкелер тағылымы мектеп ашылған. Оның жоспары бар. Осыны қазіргі таңдағы қоғамдағы бала тәрбиесіндегі әкенің рөлін арттыру, жалпы бала тәрбиесіне жалғыз ана ғана емес, әкені жұмылдыру. Мектеп, ата-ана, оқушы үш одақты құрып, сол тығыз байланыспен жұмыс жасау. Қазіргі таңда қоғамда бізде балалар арасындағы құқық бұзушылық, суицид, буллингтер өте көбейіп бара жатыр. Ол ненің салдары? Ол ата-ана тарапынан баламен қарым-қатынастың жоқтығы. Бала тәрбиесіне ата-ана тарапынан көп уақыт бөлінетін болса, солғұрлым біз осы құқық бұзушылықтың, суицидтің, буллингтің алдын аламыз. Соған орай қазір енді тағы да бір жағдайды ескеру керек. Қазіргі таңда осы біз интернет әлемі дейміз, сол интернет әлемінен балаларды тартыру мақсатында осы әкелермен бірге жиындарды ұйымдастырып тұру керек. Яғни өзіміздің басымыздан өткен, әкелерден берілген ұсыныстарды талқылап, осы бала тәрбиесіндегі саналы, өзіміздің салт дәстүрімізді сақтайтын саналы ұрпақ тәрбиелеуіміз қажет. Бүгінгі басқосуда бала тәрбиесінің негізгі бағыттары жайлы сөз болды. Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасын орындау мақсатында ұлттық тәрбие ұлттық құндылықтармен біте қайнасып жатыр дейді. Сондықтан әкелер арасында арқан есу, қамшы өру секілді түрлі ұлттық нақыштағы байқаулар өткіземіз. Қонақ кәде жасау, бас тарту, жілікке бөлу, оның аталуы, қонаққа қалай ұсынады. Міне мұның бәрін алдағы күндерде балаларға үйрететін боламыз дейді әкелер мектебінің негізін қалаушы. Бір әкенің берген тәрбиесін жаңа 100 мектеп жабылып бере алмайды дегендей, әр уақытта өзі әр отбасының қазығы әке болып табылады. Сондықтан сіздерге жаңағы үлгі алып, әр уақытта сіздердің жолдарыңызбен жүрген бала жаман болмайды деген ойдамын. Сонымен қатар 2 жылдан бері осы гимназиямызда жаңағы әкелер құрама командасы құрылды, жасақталды. Ол өздерінің жаңағы жасақталғанмен бастап жаңағы көптеген жетістіктерге қазіргі таңда жетуде. Осы біздің аудандық, қалалық, сонымен қатар жаңағы мынау көрші аудандардың барып та жаңағы біздің осы әкелерден құралған әкелер командасының мүшелері, бір үйдің жаңағы асқартау әкелері қызметтерін барлығын реттеп отырып, осы мектепке деген жанашырлықтарын білдіріп, өздеріңіз білесіздер, әсіресе жігіттер жағы бұл қазір волейболдан бірінші орын, 7 дүркін бірінші орын алып тұр. Бірінші орын егер айналмалы кубоктың 2 дүркін жеңімпаз айналмалы кубок, ортада тұрған айналмалы кубок, соны 3 рет қорғап алу керек. Соңғы бір Алла қаласа бір қорғауы қалды. Қазір күннен күнге жаңа жарыстар өткен сайын жаңағы командалар күшейіп келе жатыр. Астана қаласы бойынша жаңағы мен деген сияқты, сіздер сияқты әкелермен жаңағы түседі. Оның ішінде мықтының ішінде де мықтылар жеңіске жетеді деген, осының барлығы жетістікке жетіп жатқан осы біздің керемет спортшы әкелеріміздің арқасы деп білеміз. Әкелер одағы командаларының арасында өткен күшіміз бірлікте атты волейбол турнирінде жүлделі орын иеленіп, ұйымшылдық пен бірлікті жарқын үлгісін көрсеткен үшін жалпылама командамыздың капитаны Шерхан Медеуболат Жарқынбек ұлы мырзаны ортаға шақырамыз. Осындай мәртебе әр біздің елімізге адал қызмет атқарып жүрген мамандарымыз әртүрлі саланы құтқарушыдан бар,
ішкі істер қызметкерлері азаматтарымыз бар деген сияқты. Сонымен қатар үздік шабуылшы номинациясымен Сәрсенбаев Дастан мырза Серікжанович, Астана қаласының ішкі істер бөлімінің қызметкері. Келесі, осындай мәтінде жаста болса үлгі болып келген Қалманбетов Нұрсұлтан Кенжебекұлы марапатталады. Үздік шабуылшы. Шахманов Ерлан Айтбаевич ағайымыз ортаға. Ардагер спортшы, жастармен үзеңгі ұластырып алда жүрген. Әр уақытта сізден үлгі алады, жастар үлгі алады. Рахмет ағай, сізге көптен көп. Әбдіқалық Ардақ Тұяқович, Ардақ мырза, қошеметтер. Жігіттер әрі. Келесі мықты ойыншымыздың бірі Карин Қайрат Бейсенбаевич мырзаны ортаға шақырамыз. Қайрат мырза. Зейнурген ба, жігіттер ба? Өз жалпыға құрамда 10 шақты жігіт бар. Гимназиямыздың ұжымымыздың атынан, әкімшілік атынан алғысымыз шексіз. Шын мәнінде осындай гимназиямыздың беден асқақтатып, гимназияның жаңағы балаларымызға спорт жағынан үлгі болып жүрген жанашыр демеуші сіздердей әкелердің барына шын мәнінде қуанып, мінекей бүгін марапатымыз, алғысымыз, сувенирларымыз сіздерге осындай енді ұсынуды осы жиынның соңына қалдырып отырмыз. Рахмет сіздерге. Әр уақытта гимназиямыздың атын асқақтата беріңіздер. Сіздердей жанашыр әкелердің саны көбейе берсін.